Қалың елім қаржылық, қазағым, армысыздар алталаш, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Дәл қазір Алматыда түнгі сағат 10:38 өтті. Уақыт 2025 жылдың 11 сәуірі. Бүгін өте маңызды оқиға болғандықтан жоспардан тыс ерекше шұғыл жағдайды сіздерге жеткізу үшін күнді түнге жалғап эфирді жіберіп жатырмыз. Басты себеп әлемдегі үлкен сауда соғысы. Бұл сауда соғысы анығында Америка мен Қытай ортасындағы сауда соғысы. Кім шах болады, кім мат болады, жеңімпаз кім болады, жеңілуші кім болады. Әлемдік екі үлкен экономикалық тұлға, дүние жүзіндегі екі үлкен әскери ел дәл қазір бұрын соңды болмаған, тарихта болмаған сұмдық сауда соғысына кірісті де кетті. Әлгінде ғана орнымыздан тұрып, бетімізді жуып, телефонымызды аша қалған сәтте Қытай Америка тауарларына 125% салықты енгізді дегенде, тіпті шай ішуге де үлгірмей қуанышымызды сіздерге жеткізейік дедік. Құдай, Ши Цзиньпинді алжастыра көр, Қытай коммунистерін алжастыра көр, Қытай коммунистерін осы Америкамен ұстастыра көр деп, кеше түнде ғана дұға жасаған болатымыз. Жатарда құптанымызды оқып, шаршағасын тымпиып жата қалып едік, артынан мазамыз кетіп ұйқымыз келмей тұрып алып қайтадан нәпіл оқыдық. Нәпіл оқыдық. Сөйтіп нәпілімізде, Құдай, мына Қытайды құрдымға жібер, Қытайдың төбесінен апатыңды жаудыр деп тілеген болатымыз. Сол тілегіміз міне қабыл болды. Таңертең таң бозынан тұра сала Қытай Америка тауарына 125% салық енгізді дегенді естігенде, сөздің шыны, төбеміз көкке екі ақ елі жетпей қалды. Америка 145% кеден салығын енгізгендігін кеше ғана жариялап едік. Жатарда түнде жариялап едік. Енді міне Қытай жауап ретінде 125% кеден салық енгізіпті. Ал бұл арада Американың 20% артық болып тұрғаны, ол фентанил есірткісін Қытайдың өндіруіне байланысты. Және фентанил есірткісін Қытай шикізатын өндіретін компанияларға мемлекеттік көмек қаражатын беретіндігіне байланысты Трамптың енгізген жазалау тарифі болады. Енді қызық. Қазір Америка тарап анық түрде жариялады, 70 қанша мемлекет Америкамен екі жақты тарифті үйлестіру туралы келіссөз жүргізіп жатыр екен. Және тіпті ішінде Тайвань бар, Жапон бар, тіпті Украинаға дейін бар, бір қатар дүние жүзіндегі маңызды елдердің барлығына тариф енгізген Трампты тек қана солшыл демократ глобалистердің медиасы жамандағанымен жұрттың бәрі мына бір шындықты мойындап отыр. Ол не? Тіпті міне қазір Еуропада Италияның премьерінің өзі енді Америкамен екі жақты тарифті оңтайластыру туралы келіссөз жүргізуге дайын екендігін жариялап отыр. Бұл не деген сөз? Бүкіл Еуропа, Еурокомиссияның басшысы Урсула фон дер Лайеннен бастап, енді сол Америкамен кедендік тарифті дұрыстаймыз деп отыр. Яғни, дүние жүзінде Америка кедендік тариф енгізген бәленбай мемлекет отыр. 190 бәлен мемлекеттің бәрін енгізіп тастады. Тек сен енгізсең, мен де енгізем деп ұстасып отырған жалғыз ел Қытай болып отыр. Жалғыз ел. Міне 6-шы сыныптық қана сауаты бар Ши Цзиньпиннің дүлейлігіменен топастығына разы болмай шараң жоқ. Сүйсініп разы болып, Ши Цзиньпин, осы алған бетіңнен қайтпа. Осы өдере тартқан бетіңмен бүкіл Қытайды, оның дүрілдеген зауытын, самсыған қалың өндіріс орталығын көрге бірге ала кет деп дұға қылғаннан басқа бізге шара жоқ. Анығында Қытай өзінің ажалына өзі асығып кетіп бара жатыр. Енді қараңыздар, Қытай бүйтіп айтыпты.
Біз ендігәрі тәрипті енгізбейміз. Себебі бұндай мағынасыз, мәнсіз тәрипті енгізудің арты ешқандай жаңағы былайша айтқанда бір өзгеріс әкелмейді. Енді екі жақты сауданың ешқандай мәні де қалмады деген мәндегі сөзді айтыпты. Ол деген сөз не? Ол деген сөз Америка, Қытай екі жақты саудасы тоқтады деген сөз. Тоқтады, бітті, болды. Ары қарай әңгіме жоқ. Енді дүние жүзіндегі ең үлкен экономикалық тұлға Америка менен дүние жүзіндегі ең үлкен тауар өндіруші Қытай үзілді, арақатынас үзілді деген сөз. Бұл сөздің шыны керек, осы соңғы ширек ғасыр ішіндегі ең жағымды жаңалық деп айтуға болады. Ғасырымыздың соңғы 4/1-дегі ең жағымды жаңалық осы деп кесіп айтуға болады. Енді көп жұрт түсінбейді. Ой, Қытай деген анау, Қытай деген мынау деп. Оған бір нәрсені айтуға болады. Америка бәрібір Америка. Долларды Америка өндіреді. Қытайдың юанын ешкім запас валюта ретінде сақтамайды. Бұл бірінші фактор. Екіншіден, Американың нарығы көп түрлі. Оның тауар алатын басқа қосымша баламасы бар. Ал Қытайдың Америка нарығынан басқа оның тауарын сататын баламасы жоқ. Үшіншісі, Қытайдың бүкіл өндірісі тікелей немесе жанамалай. Тіке Қытайдан экспортталғаннан тыс, жанама үшінші елдерді айналып, алаяқтық жолмен Америкаға өтетіні бар. Бәрін қосқанда бүкіл Қытай экспортының 50%-ын ұстайды. Яғни Қытай $2 ақша тапса, оның $1 Америкадан келеді. Ал Американың Қытайға экспорттайтыны оның бүкіл экспортының 5% ұстайды. Яғни бүкіл Қытай қырылып қалса да, Американың экспорттайтын тауарының аларманы қырылып қапты, немесе аларманы алмай қалыпты деп, Американың бір жері қисайып қалмайды. Қысқасы, жер бетінен Қытай дейтін осы Құдай ұрған қауым мемлекетімен тұтынушы ретінде, тауар алушы ретінде, нарық ретінде, базар ретінде жойылып кетсе де, Американың мұрты қисаймайды. Көрдіңіз бе? Бұл арада ұқсамастық дейтін нәрсе тұр. Екіншіден, Қытайдың бүкіл осы тауарындағы бір ғана нәрсе, оның технологиясының дені ұрлап алынған технология. Мысалы, компьютерді Америка тапқырлады, бірақ Қытай өндіреді. Айфонды Америка тапқырлады, Қытай өндіреді. Сол сияқты ары қарай ана дәрі, мына дәрі, анау мына. Қысқасы, Қытай мысалы, шұрым-бұрым, мына киімнің бәрін өндіргенмен, осы киіміңді тұтасымен компьютермен дизайндеп автоматтастыратын цехты Америка жасайды. Гәп қайда жатыр? Бар болғаны 12 арзан еңбек күш, және бірі Қытайдың дүние жүзі сауда ұйымының заңдарына пысқырмай тұрып, өрескел түрде алаяқтықпен, әккілікпен, арсыздықпенен дүние жүзі сауда ұйымының заңдарын бұза отырып, әлгі тауар өндіруші компанияларды халықаралық нарықта басқа компаниялардан үстем қылу үшін, бүкіл нарықты жаулап алу үшін оған мемлекеттік үстемақы, төлемақы төлейді, субсидия төлейді. Міне, енді осыдан Қытайдың жаңағы тауары дүние жүзінде шын мәнінде өте өтімді болып тұрғаны сол. Енді мен сіздерге мынау Рымминбао деген мына YouTube арнадағы зарлаған, жылаған Қытайлар туралы видеоны сіздерге аударып қысқа нұсқа жеткіземін.就从来没有这么萧条过。波关税大战简直是要了命了，我们工厂就从来没有这么萧条过，订单难接，车间机房都已经停产了。还有其他像以美国为主要出口国的那些工厂，他们的状况更差。然后我们工厂呢，为了养员工，老板就拼命的打库存产品，期待义务。Біздің зауытымыздың жұмысы тоқтады дейді. Қазір зауытта өндіріс мүлде жоқ, себебі шетелден тапсырыс алу, заказ алу тоқтады. Негізгі сауда бағыты Америка болған басқа зауыттардың жағдайы тіптен жаман. Ал біздің қожайын болса,
мына зауытты ары қарай жүргізтіп жұмысшыларға айлықты жалғасты беру үшін енді жанын 商 салып 贸城的 жатыр 客 дейді. 人多帮忙接单，所以接下来库存的压力肯定会施加在我们这些业务员的身上。后来同行业，我们家觉得我做美加线全线崩盘呀，客户大票的退仓。 绍兴老板们 Анау жаңағы жыларман болып күлгені мен жылағаны белгісіз болып тұрған Қытайды сіздер түсінбей қалыңыздар. Бұл Қытайдың бір күйіктенген кезде өстіп бір сөйлейтін әдеті бар. Мейжашен тұтас бітті дейді. Мейжашен тұтас бітті де ми деген Америка, жа деген Канада. Америка, Канада линиясы тұтас тоқтады дейді. 集体破防，纺织厂王总看着仓库都哭出声了，这不现在当抹布都没人要啊！还有好多老板的资金链也断了，订单也取消了。 Қазір бізде дейді мына мабу деген анау Қытайдың ең қатты бір матаны айтатын аты. Кендірден жасайтын мата. Кенепке дейін алатын адам жоқ дейді. Көптеген мына қожайындардың дейді қаржылық жолы да кесілді дейді. Яғни қаржы келу қайнары тоқтады дейді. 现在加收关税，外贸订单货全都不要了。那边我们家实体店全部关门，全都是大牌女装代表。 Қазір мынау кедендік салыққа байланысты шетелден алатын тапсырысымыз, заказымыз тоқтады дейді. Біздің ана жақтағы дейді. Нақтылы үлкен дүкендеріміз тұтасымен жабылды. Олардың барлығы дейді қымбат бағалы әйелдердің ең мода киімдерін сататын дүкендер еді дейді. 发货的，从今天起2位数我全部给大家清。今年目前来说，西安大多数厂子都已经停招着，相信大家已经 Міне Шиян қаласындағы дейді, орталық Қытай. Бүкіл зауыттар негізінен дерлік тоқтады дейді. 感受到了，不管你是走到哪里去面试，都是要几十人来几百上千人，这不是 Сен қазір қай жерге де барып жұмыс керек деп интервьюге барсаң дейді, жүздеген адам тұрады дейді. 企业的问题，是受到大环境影响的原因。 Бұл дейді ана компанияның немесе өндіріс орталығының мәселесі емес дейді. Бұл үлкен ортаның мәселесі дейді. 个别工厂已经停工了，工人放假，主要是家具厂和 Кейбір негізінен зауыттар тоқтады дейді. Кейбіреуді жұмысшыларды демалысқа жіберді дейді. Негізінен дейді үй жиһаздарын өндіретін. 纺织厂，美国客户的订单取消了80%。 Тіпті дейді мынау фабрикалар дейді, мата тоқыма зауыттары тұтасымен тоқтады. Себебі Америкадан келетін заказ тоқтады дейді. 这个关税下来以后啊，今天老是听啊，这个工厂停掉了，哎呀，那个工厂啊， Мынау кедендік салық іске қосылғаннан кейін міне зауыттар тоқтап қалды дейді. 订单停下来了， Барлық заказ 都不做了 тоқтады. 放在家里了，听的都是人心惶惶的。我们呢， Бұл тоқтағаннан кейін дейді, жүректе маза жоқ дейді. Маза кетті дейді. 现在做一些内销的，跟一些 Biz endi 别的国家的， қазір тірлікті дейді, енді елдің ішкі жағына қарай сатсақ па деп, нишау деген, бұрын бұлардың барлығы тек экспорттайтындар ғой, енді ішке қарай сатамыз ба деп, немесе енді Америкадан басқа елдерді ойласамыз ба деп жатырмыз 这 дейді. 2个月应该是没啥问题吧？ Алдағы 2 айда мүмкін мәселе бола қоймас дейді. Одан кейін қайтеміз дейді 我 ғой. 也搞不清楚，我 Одан 们 кейін 也 не 搞不清 болады? 楚前面到底是怎么样子。 Алда күн не болады білмейміз дейді. Міне көрдіңіз ба? Жарнама шығып кетті ғой мынау аяқ астынан. 怎么样子？ 这场关税大战受损受苦最大的到底是哪些群体？我们不妨反过来想一下，既然美国增加关税是自残自伤行为，对他们的伤害最大，那就让他们继续加好了，让他们搬石头砸自己的脚好了。可是问题也来了，他们加关税属于搬石头砸自己的脚，为什么我们加关税就属于是玩得起呢？这是什么逻辑？这不是双标吗？难道我们没有痛觉神经？ 中共对美国的报复让 Мынау жігіт айтып отыр. Бұл Қытайдың ана орталық партияның үгіт насихат медиаларын сынап отыр. Онда бүйтеді. Қытайдың медиалары айтады ғой, Америка өзі тасты көтеріп, өз аяғын өзі таспен ұрып отыр дейді. Бұл үнемі Қытай компартиясының сөзі. Америка мейго панчишыту задзыжиді жау дейді. Яғни Америка өз үлкен тасты көтеріп ап дейді. Онымен өз аяғын ұрып жатыр.
біз Америка кеден салығын қосса, біз де қосамыз. Америка қай жерге дейін ойнайым десе, біз ойнап шыдаймыз деп. Қытайдың жаңа фың пый дауди дегені, жаңағы сен сайыссаң, мен сайысып соңына дейін барамын. Кімнен кім қорқады деген сөзі де. Мынау айтады, жарайды дейді. Осы сөзге сенейік дейді, жаңа Қытайдың жігіт айтады. Сонда Америка өзін өзі тас көтеріп өз аяғын өзі ұрған болса дейді. Сонда бізге пайда бола ма екен дейді. Сонда біздің ауырсыну сезіміміз, ауырсынатын нервіміз жоқ па екен дейді да. 中国电商和制造业者苦不堪言。目前，外商纷纷取消订单，工厂纷纷倒闭或密集放假。分析认为，中共愚蠢的反制举措让中国经济雪上加霜。9日，白宫向新唐人记者证实，对中共征收的新关税总额升高到了145%，并且立即生效。同时，川普还表示，对多国实施的对等关税暂停90天，只实施10%的基本关税。工厂都倒闭的仓。 Мынада айтады, бұл жаңа Қытайдың шетелдегі ең үлкен медиасы, жаңағы Epoch Times медиасының, бұл енді бір дүниеде өзі 40-50 тілде шығатын, Қытай тілінде де шығатын медиа, соның айтуы. Қытай компартиясының міне Америкамен кедендік салық бойынша ұстасуы бүкіл Қытайдағы зауыттарды тоқтатты негізінен дерлік. Шетелге тауар өндіретін зауыт атаулының барлығы тоқтады, жұмысшыларын қайтарды. Ал Америка болса дейді, өзімен ымыраға келгісі келетін кедендік салықта өзімен сөйлесуге құлықты мемлекеттердің барлығына әлгі жазалау сипатындағы кедендік салықты 90 күнге уақытша тоқтатты дейді. Тек 10%-дық ең негізгі кедендік салықты қалдырды да, ана жазалау сипатындағы салығын тоқтатты дейді. Бірақ Қытай бұның ішінде емес дейді. Жаңа көрдіңіздер видеода Қытайдың заводтары, цехтары, фабрикалар қаңырап тұр. Енді мынаны қараңыз. 加关税，这些设备 Мына қараңдар 就 дейді. 真的成废铁了。 Мына 走 цехтар 心 дейді. 机 S25 Мынау айтады, мына бүкіл өндіріс цехтар екен. Мынау кәдімгі заводтарда қолданатын заводтың құрылғыларын сататын Қытай екен. Енді өздерінің ана бүкіл сол өндіріс орталық фабрикаларға, жаңа неше түрлі тауар өндіретін заводтарға керек станоктар, цехтарды көрсетіп отыр. Мынау дейді, енді дейді, татпасқан темірден де құнсыз болды. 50% бағасын құлатсаң да адам алмайды дейді. Қараңдар. 卖不出去，这样的双主足3万多块钱，没有人要， 30 мың юанға адам 甚 алмайды 至 дейді. 连这些用都没有用过的，一样的 ешкім 机器 алмайды дейді. 这一整批的做新能源的，做新能源厂， жаңа энергия өндіретін 一 цехтар 大 дейді. 片了，机 ешкім 器 алмайды 跟 дейді. 新的一样的， Міне, 半价。 жарты бағаға ешкім алмайды 这些 дейді. 老一点的就更不用讲了。 Мына 情 ескісін 况就 ешкім 这 де 么糟 алмайды 糕 дейді.，现在的情况就是大家饭都快吃不上了。 Тіпті тамақтың өзін жей алмайтындай, аш қалатындай халге келе жатырмыз дейді. 去了很多城市啊，淄博啊、滨州啊、济南啊，接下来可能还会去青岛。我的感受是什么呀？现在大环境啊越来越差，老百姓越来越难，企业主的压力越来越大，这个就是我最真实的感受。在视频的评论区下面留言说什么我已经做好准备了，我宁死不屈啊，宁折不弯，我愿意啃树皮。好，你一定会如愿以偿。这个贸易战已经对。 Мен жұмыс бабымен Шандуңда жүрмін дейді, жаңа Қытай айтады. Зыбо дейді. Шандуңның Зыбо деген ең үлкен мұнай өңдеу, мұнай химия зауыт орналасқан жер. Мен ол жерде де бұрын жұмыс бабымен жүргенде барғанмын. Айтады, барлық жерде өндіріс тоқтап тұр дейді. Барлық өндіретін жер Шандуңда дейді. Енді кейбіреулер айтады дейді, мен Америкамен ұстасуға, соңына дейін баруға, сайысса сайысып шыдауға дайынмын. Ағаштың қабығын кеміріп, шөптің тамырын жесем де Америкамен ұстасамын деп айтып жатыр дейді. Кейбіреулер дейді. Ол кейбіреулер деп ана Қытайдың ана орталық ұлттық телерадиосындағы ана партиялық үгіт насихатты айтып отыр. Кейбіреулер деп соны айтып отыр. Себебі Қытайдың партиялық үгіт насихатында, Қытайдың ұлттық мемлекеттік бірінші телеарнасында біз соңына дейін барамыз. Біздің халқымыз ағаштың қабығын кеміріп, былайша
жесе де өлмейді. Біз Американы күйретпей тынбаймыз деген үгіт жүріп жатыр да. Мынау айтады: сен ағаштың қабығын кемірем дедің ба, онда соны кеміретінге келе жатсың. Сен қоңыз теріп кетейін деп тұрсың ба, онда соған келе жатсың дейді. Тілегеніңді Құдай берді деп тұр. Мынау айтады. Мынау масқаралап тұр. 咱们有影响了啊！某些工厂都因为这个关税的问题，最近选择了暂时让工人放假。当然，这些都是直接做那种进出口贸易的工厂，但是间接性的有一些工厂呢，也会即将受到影响。有人分析，最近的2个月日子不好过，工厂会直接裁员，也有宣布暂时放假，等待政策好转。This incredible mold remove. Мынау айтады: көп адамдар ойлайды дейді, мына кедендік салыққа тек шетелге тауар шығаратын. Анығында олардан сырт дейді. Олармен тіке қатысы болмаса да басқа өндіріске де тіке зиян тиеді. Алдағы 2 айда өмір қиын болады деп отыр. Зауыттар жабылады, жұмысшылар үйіне қайтады. Бүкіл жағдай қиын болады дейді. Көп адамдар демалысқа жіберді дейді. Ең соңғы тамағын бұнда жеген дейді. Ең соңғы. Міне көрдіңіздер ма? Қысқасы Қытай деген зарлап жатыр енді. Қытай зарлап жатыр. Мен өз басым рақаттанып отырмын енді. Ойбай, рақаттанып енді. Сөздің шыны енді. Қазақта енді рақаттанғанда айтатын неше түрлі әдемі сөз бар ғой. Соның қайсысын айтсаң да жарасады тура. Рақаттанып. Мен соңғы кезде тіпті Аллаға алғыс айтуым көбейіп кетті. Сөздің шыны керек. Нәпіл намазым соңғы неде ондай көп нәпіл оқымау едім. Енді қазір күнде нәпіл оқитын болдым. Аллаға рахмет айтып жатырмын міне. 去哪里啊？回家不找活了吗？回家暂时找没地方找了呀。 Міне біз үйге қайтамыз дейді міне. 我们家在苏博。你们这3个人住啊？ 雪崩的时候真的没有一片雪花。 Ана тұтас зауыт, бұла Қытай зауыт, ана жақта дүрілдеп жатса, мына жақта ана тамағын жей береді ғой. Сонда ана мына жақта дем алып жатыр. Бұлар сондай жұмыс дейді. Айтады: енді қайтасың десе, ауылға қайтамыз дейді. Міне жұмыс жоқ міне. 是无辜的。原来我也觉得这个风暴不会这么快的影响到我们。很多原来做美国市场的这个同行，一夜之间就在部署如何转向内销。到 Мен мына кедендік салық бұндай сұрапыл болады деп ойламап едім дейді. Енді бір түннің ішінде дейді тасталқанымызды шығарды. Енді қазір осы Америкаға тауар экспорттайтын біздің кейбір кәсіптестеріміз енді Америкаға саталмаған тауарды ішке сатуға ойысып жатыр дейді. 是我们在座的几个市场的客人在下单的时候，价格就压得很低很低。 Баға өте төмен дейді. 家人们3个月没有发工资了，我不知道还能坚持多久。 Ағайындар дейді, 3 ай бойы айлық берген жоқ дейді. Мен білмеймін, мен қай уақытқа дейін шыдай алам дейді. 7个人的办公室现在只剩下我一个人了。昨天另外一个同事也走。 7 адам жұмыс істейтін офисте дейді. Қазір 6 адам кетті, жалғыз мен қалдым дейді. 这么大的一个办公室，今天就我一个人独享， Мен бір ғана адам жұмыста қалдым 表 дейді. 太爽了，真的。3个月没有发工资，然后老 3 ай 板让我 айлық 们出 берген 去 жоқ. 找工作，对吧？但是找呢，34岁了，马上35岁了，回 Мен 应的就是 35-ге 不合 келдім 适， дейді. 不好意思。 Мен енді қазір қызметті де таба 无 алмаймын дейді. 法结清，留下来呢也不发工资。你们说现在这咋整？咋整？真的 Не 没有 істейміз, 办法 не 了。 қайда барамыз 朋 дейді. 友们，中美贸易战这个事儿，我觉得现在不是贸易战的事儿了，现在有点大事了。我发现沈阳总领事馆正在拍卖2手家具，那是不是要？ Ағайындар, Америка, Қытай сауда соғысы дейді. Ол жай сауда соғысы емес. Бұл үлкен мәселе болды дейді. Шиньяңдағы үй жиһаздары зауытының өзі қазір аукционмен сатылып жатыр дейді. 他们了，而且我发现美国人好像要些在 Менің бір байқағанымда Америка түптің түбінде Қытайдың мына Нью-Йорк жарна нарығында, Нью-Йорк сток маркеттегі Қытайдың компанияларын Нью-Йорк жарна нарығынан ығыстырып шығады, Настак жүйесінен ығыстырып шығады дейді. 美国敲钟上市的车企可能真的要小心了。美国川普政府 뭐네? 对华关税一加再加，中共也叫嚷奉陪到底。4月10日，中共商务部称帮助出口遇阻外贸企业开拓国内市场，被网友讽刺搞笑呢，内需搞上去了，每人身上背的债就是个大窟窿，
还促进他们消费。有网友质疑，长期以来的高房 Қытайдың мына Америкаға тауары өтілмесе, оны ішкі нарықта айналысқа түсіреміз дейтін ный шүй, ный жуан, ный хуан дейтін сөздері бар. Мына Қытай коммунистерінің бір ең сүйкімсіз бір жері тың терминдерді шығарады, тың атауларды шығарып, адамды алжастырады да. Адамды алжастырады. Бұның ни жуан, ни шүй, жаңағы ни шүнхуан бәрі оттаған сөз. Яғни тауарың сырт көтпей қалса, елдің ішіне сат дейді. Мәселе елдің ішінде ондай көп қажетсіну жоқ қой. Гәп сонда тұр. Яғни сен жеміс бақшасын өсірушісің, сенің өсірген жемісіңді енді сыртқа сата алмай қалды. Енді ол шірі келді. Сонымен өз айналдырған 5-6 балаң бар, же иттің баласы же деп аузы басына күні түні 24 сағат алма тығасың ба, мысалы, алма өсірушісің. Ол қанша жейді күнне? Бір күнде 100 алма жерсің мақұл, 100 алма жерсің енді. Ет жеуді, нан жеуді тоқтатып, шай ішуді тоқтатып, күнне 3 уақыт тамағың алма болсын, өлесің ғой бір күн. Ол Американың дүние жүзіндегі бірінші нарығына ғана тауар сатып күн көріп отырған Қытай, енді оны ана компартия халықты алдау үшін нарықты ішкі жаққа ойыстырамыз дейді. Атасының басы. Ол жаңағы мен айтқандай, 5 балаңа күні түні 24 сағат алма жегістемін деген сияқты ақымақтық енді. Мен бір ұттап шай ішіп олайын, айыпқа бұйырмаңыздар. Таңғы шайым. Ал жалғастырып жіберейік міне. 拖累中国民众，民众预支了将来20-30年的收入用来贷款买房，有用吗？没人买有啥用？钱全给房子了，国内都卷成麻花了，你还不如 Бүкіл Қытайдың халқы дейді, 20-30 жыл ақша жинап дейді, үй алады дейді. Әдейге Қытай компартиясы үйді қолдан қымбат жасап отыр ғой. Мысалы, Назарбаевтың кезінде Қазақстанда да, Ұлан-Ғайыр далада қазақтар үйсіз жүр. Бүкіл үй салу қиын, құжат жасау қиын, жерді монополия, құрылыс материалдары қиын, шетелден келетін құрылыс материалдарын қымбаттатып қойды. Тура сол сияқты Қытайда да соны коммунистер қолдарын ұстап отыр. Енді дейді, сол Қытайдың халқында мына Қытайдың бүкіл дүниеге сататын тауар қайта айналып өзіне келгенде оны қайдан тұтынсын дейді. 好好想想怎么把国内消费观念拉起来。现在什么都要便宜，只认便宜，钱都赚不到了，那什么消费？蛮搞笑的。国内如果能消化的话，一天干嘛要退税补贴外贸企业，将产品低价出口，便宜老外呢？ Сен енді дейді, ана буте дейді, шекарадан мына тауарды экспорттағанда Қытайдың беретін көмек қаражаты бар. Салықты алып, артынан сол салықтан түскен ақшаның бір бөлігін экспорттаушыға қайтарып береді. Экспорттаушыға қайтарып береді. Мынау сол туйшуй дейді, салықты қайтару дейді. Соның барлығы міне, енді сен оны тауарды максимал арзандатып, сен шетелдікті қарық қылайын деп отырсың дейді. 以前经济好的时候，国内市场都消化不了，现在经济差了，国内市场就能消化了。 Бұрын экономика жақсы кездің өзінде Қытайдың ішкі нарығы ондай тұтынуды көтере алмайтын. Ал қазір экономика шатқаяқтап тұрғанда Қытайдың ішкі нарығы оны қайтып тұтынсын дейді. 真的是太难熬了，做这么多年的服装，今年是最差的一年，真的是史无前例。 Қаншама жылдан бері киім-кешек саудасымен айналысам дейді. Дәл биылғыдай сұмдық көрген жоқпын. Мынау дейді, шыу ченли дейді. Шыу ченли деген сөз тарихта бұндай мысал бұрын соңды болған жоқ дейді. Міне. 以前嘛，你差几天还会好几天，现在是天天差，一个月不如一个月。 Бұрын дейді, бірнеше күн саудаң жүрмесе дейді, бірақ бірнеше күннен кейін орнын басып толықтырып кететін дейді. Қазір бір күннен бір күні жаман дейді. Бір айдан бір ай жаман, жақсарған жоқ дейді. Ана еркек басымен анау жылап тұр қысқасы міне. Міне енді, не істейсің енді? О, мына жарнама шығып мыналарда. 是不平凡的一年啊！你看这个关税达到104，基本上就说的难听点，全部完了，是互不相来了，往来了。
哪有那么高的利润呢？对不对？基本上是不管它涨到200、500多少的关税，基本上就是出口忘了。你想想看看这个打击，所以说这个关税是对我们这种制造行业的一个寒冬啊。所以说，你看这个怎么？ Мынау Трамптың кеден салығы 104 болған кездегі видео екен. Айтады, құрыдық қой дейді, бітті дейді. Мынау бітті, 104% кеден салық. Біз сияқты тауар өндірушілерге дейді, мынау енді қаһарлы қыстың келгені құрыдық деп, мынау жылап отыр әуелі. 怎么应对和怎么样，真的是不是说现在的这个行情，不是说你努力啊或者怎么样可以那个的，现在就是说只适合躺平，先躺平再说。前几天紧张不行。 Көп адамдар ойлайды, тырыссаң, ұмтылсаң, ебін тапсаң, жанталассаң бірдеңе болады деп дейді. Бірақ дәл қазіргі мына жағдайда сен ештеңе істей алмайсың дейді. Тек таңпиң дейді. Таңпиң деген сұлап жату. Қысқасы сұлап, аяқты созып, шалқадан түсіп жатуды таңпиң дейді. Бұл таңпиң деген сөз Қытайда жаңадан шыққан бір интернеттік термин. Таң деген жату, шалқалап, былай жату. Пиң деген теп-тегіс жату. Яғни қазақша айтқанда сұлық түсіп жату ғой. Сол қозғалмай өлі адам құсап жату. Бұл таңпиң делінеді. Енді бұны артына изімді қосып қойды. Таңпиң жуи деді. Жуи деген изім деген сөз. Бұл таңпиң жуи деген осы Ши Цзиньпин билікке келіп өзі соңғы бірнеше жылда шықты. Бұл не? Жастар түңілді. Депрессия қоғамда. Себебі мынандай әлеуметтік желідегі жазбалар тарайды. Егер сен Пекиннің бірінші айланбасынан үй алам десең дейді, онда сен Таң династиясы кезінен бастап үкіметтік қызмет істесең ғана ала аласың дейді. Яғни Таң династиясы кезінде үкіметтің айлығын алып, соны бір тиын жемей, ішпей, жемей, шашпай жинасаң дейді. Таң династиясы кезі. Таң династиясы деген 7-ші ғасыр ғой ойлайында. Қазіргі мына заманға келесің дейді. Егер сен дейді Пекиннің мынандай жерінен үй алам десең дейді, онда моңғолдар билеген заманнан ақшаңды жемей, ішпей, жемей, бір түйір дән татпай жинасаң аласың. Егер Пекиннің бәлен жерінен үй алам десең дейді, онда дейді сен дейді әйелің екеуің дейді жаңағы түркілер билеген заманнан, Таң династиясының бәлен заманнан былай істесең аласың деп ажуалайтын видеолар шықты. Содан бұларда қазір жастар үй алайын десек, үй қымбат, үйді алып алған алдыңғы буын өзінің таныс біліс жора жолдас туыстары қараса 20 жыл, 30 жыл үйді төлейді. Өкіметтің айлығы анау, жаңағы коммунистердің билеуші табы әбден монополияны алып алған. Ырғын, жаңағы артистер, үлкен ірі коммунистер, буржуаз монополист коммунистің балалары бәрін билеп алған. Сонымен мықты оққан Қытайдың жастары алды да ауылға барып жатып алды. Неге? Үй алу, кредит алу, өзін құлдыққа ұстау. Өмір бойы сол үйінің кредитімен кетіп қалады. Бір. Екіншісі, қатын алайын десе ол да қымбат. Сосын бұлар қатынды алмайтын болды. Неге? Бала туса, баланы туғызғаннан бұлар қарызға бататын болды. Ана баланы туғызтудың өзі докторханада сұмдық ақша. Сонда Қытайда мынандай сөз тарады. Баланы туа алмайсың, өлейін десең өле алмайсың. Себебі мәйтіңді өртеу бәлен ақша, көрлік жер мынша ақша деген ажуа жазбалар мен ажуа видеолар шықты ғой. Мына Қытайда дейді, шың бычи, сы бычи, бing бычи дейді ғой міне. Сосын жының таңды чи дейді. Яғни ауырсаң мынша ақша, өлсең мынша ақша, бала туғызсаң мынша ақша, қатын алсаң мынша ақша, үй алсаң мынша ақша, ең жақсы сұлап жат деген ажуа мәтіндер қатты тарап. Сонымен жастар қазір үйді де алмайды, жұмыста кірмейді, әке шешесінің жинаған ақшасын жаңағы сол ең минимум тұтынумен тұтынып жатады. Немесе ең арзан бір таудың басында туристер баратын жерде ең арзан үйді бір жылға жалдап ал, интернетте ойын ойнайды. Сол ең күніне бір кеспе жеп, қысқасы бір кеспе жеп, сонысына қанағат тұтып, яғни максимум деңгейде шығынның бәрін тоқтатып тастады ғой. Содан Қытайдың үйі өтпейді, қысқасы жастар үйленбейді, кредит алынбайды. Банктен ешкім кредит алмайды. Сонымен бұны Қытайда бұны таңпиң жуй, яғни сұлап жатып алатын сұлауизм деген изм болды ғой. Қысқасы бұны жуй деген сөз изм, сұлауизм деді ғой, таңпиңизм деді ғой, былайша айтқанда. Мынау жаңағының айтып отырғаны сол міне.
天天拉着我们开会讨论关税分摊的美国客户，突然现在安静的可怕，一天都没有一封邮件，也没有一通电话，当然也没有一个订单。按照客户的原话是 What can I say？ 现在根本就不是分摊关税的问题，而是根本没办法做生意的状态。 бұрын біз анау алармандарымызбен дейді Америка жақта айтып отырған күнде жиналыс болатын дейді. Қалай мына салынып жатқан кедендік салықтың қаншауы шығыны сенің мойныңда, қаншауы менің мойнымда деп ана талқылайтынбыз дейді. Қазір мүлде электронды хат та келмейді, телефон да келмейтін болды. What can I say дейді, ештеңе айтылмайтын болды. Яғни қараңыз ба, Қытайдан тауар шығарылады $100. Америка кедендік салды, жаңағы басында 20, одан 34, одан жаңағы 20, анау мына қосты ғой. Яғни жаңағы тауар 20-ны қосқанда оның Америкаға жеткенде құны $120 болды. Енді анау айтады, мен оны бұрын $140-қа сатып $20 пайда көруші, $40 пайда көруші едім, енді $20 кеденге кетіп қалды. Енді сен маған кем дегенде 20-ның 10 шығыны сенен, 10 шығыны менен болсын. Мен $20, $40 тауып отырған табысымның жаңағы 20-сын кеден ұстап қалды. Сондықтан сен андағы тауарды 100-ге емес 10-ға бересің дейді ғой, қысқасы. Одан ары қарай тағы 20 қосқанда сен енді 80-ге бер, себебі мен саған берген 100 бойынша сенен алса, мен кеденге де төлейтін болдым дейді. Сонымен бұл өстіп талқыласатынбыз дейді. Енді қазір талқыда жоқ дейді. Фінтан деген сөз, мана түскен салмақтың қаншауы сенікі, қаншауы менікі. Мына шығынның қаншауы сен, қаншауы мен деген фінтан дейді. Фінтан деген бір ауырлықты ортақ бөлісіп көтеруді айтады. Енді дейді қазір мүлде телефонда, хатта жоқ болды дейді. 形势发展下去以后会不会啃树皮啊？会不会发生中国以前实实在在发生的 关税大战开始了。 Мына жағдай жалғаса беретін болса, бұрынғы замандағыдай ағаштың қабығын жейтін боламыз ба дейді ана жігіт айтады. Ол ағаштың қабығын жеу деген не? Мао Цзедунның кезінде Қытайда 3 жылдық аштық болды. Ол 3 жылдық аштықты Қытай компартиясы алдап сулап, ол табиғи апат болды. Сол жылы егіс өспей қалды, ақ көк дейді. Оттаған сөз. Хрущев пен Мао Цзедун соғысып қалады. Мына Пекиннен көп алыс емес жерде Чинхоңдау дейтін қала бар, одан алыс жерде Бейдайхы дейтін демалатын жер бар. Сол жерде Мао Цзедун мен Хрущев барып, ана Бейдайхыда теңізде демалады ғой. Содан екеуі соғысып қалады, қысқасы. Екеуі де құдай ұрған коммунист жаңағы. Хрущевті Мао менсінбейді, сен жаңағы социалистік лагердің қошқары сен бола алмайсың, мен деген 28 жыл қан кешіп отырып коммунистік жүйені орнатқан Маумын, сен кімсің сен деп Хрущевті Мау менсінбейді. Мауды Хрущев менсінбейді. Совет одағы дейтін супер держава саған қару бермес, ақша бермес, атаңның басына сен мемлекет құралатын бедің дейді. Себебі сол кезде Варшава шарт ұйымының кезі, Совет одағы сол бүкіл социалистік елдердің қошқары болғысы, лидері болғысы келеді. Сөйтсе жаңағы Албания бар, Албанияның басшысы Әнуар деген бар. Сосын мына кім Тито деген социалистік лагердің басшысы бар, Тито деген. Бұлардың барлығы Мауды ауашаға шақырып алып, Хрущев деген сіздің қасыңызда кім? Сіз деген Маркстың өз аузынан түсіп қалған коммунистік идеологияның жаңағы ендігі пайғамбар сізсіз ғой. Біз сіздің жаңағы дәрет алған суыңызды ішуге дайынбыз. Хрущевпен сіз қорықпаңыз, артыңыздан біз ілесеміз десе, ана өмірінде шетел көрмеген Мау, ана әлемге әйгілі держава, Совет одағы, атом қаруы бар Совет одағы дейтін елдің басшысы Хрущевпенен ана күні кеше ғана аяғына шөптен жаңағы аяқ киім жасап, шөп-шақай тартып, күні кеше белбеуін қайнатып, тавасып, таспасып, соғысып, әрең орыстың көмегімен Қытайды жаңағы қолына алған Мау енді ана былайша айтқанда есер соқтық қой, шайтани тәкаппарлық Хрущевпен ұстасады ғой. Содан Хрущевтің жын ұстайды да Сталиннің берген қарызының бәрін қайтар әкеңді дейді. Қайтармасаң соғысамыз дейді. Сонымен Қытайдың беретін несі бар? О заманда Қытай деген нәзіргі Қытай емес. Сол бидай күріші жаңағы аграрлық қана ел, жер емшегін емген ел, өндіріс жоқ. Оның өндірісі сол мақтаны жіпті иіріп, жүнді иіріп, одан өз қолмен мата тігіп, қолдан тігілген матасынан киім кешек өндіреді. Басқа жоқ одан. Осы замандық өндіріс атымен жоқ ел бұған. Сонымен қайтеді
Совет одағын айтады, мен бірденке 100 миллион тонна күріш, бірденке 100 миллион тонна бидай беремін дейді. Сонымен бүкіл Қытайдың азық-түлігін Советке тиынға сатады ғой, тиынға. Сөйтеді бүкіл астықты бүкіл Қытайдың бас аяғынан жинап Советке тиынға сатып жіберген кезде Қытайдың өзінде аштық болады. Сол кезде Қытайлар жаңағы торғай аулап жеп, жаңағы ағаштың қабығын жеп, шөптің дамырын қазып жеп, бірінің етін бірі жеп сөйткен. Сонда мына Шығыс Түркістанға Қытайдың қаптап босып келетіні сол. Сонда аң атып аулап жесең де жамбаға декесің деп, елді Шығыс Түркістанға босып, сол Шығыс Түркістанды Қытай басып қалған кезде сол кез болатын. Міне, мыналардың біз енді ағаштың қабығын кеміреміз бе дейтіні, алдыңғы ата бабаларынан естіген бұрынғы аштық кездегі сол қорқынышты елестері, миындағы жадылары қайта кеп жатыр. Енді бір 5 теңге артық ақша тауып еді, бұл атаған әлет Құдай ұрған Қытайлар құтырды ғой. Құдай бірін-бірі мына уыс юанмен ұрып, жаңа қатынымен байы қалжыңдасып, байы қалады сырттан бір уыс юан алып, жаңа қатына па деп шаңқылдайды. Сен қайда жүрсің? Қатынның бетіне юанды шашып жіберсе, қатыны дереу ақшаны теріп, ұржалақтап, байын аймалап, жаңағы ақша берсең болды, қайда жүрсең жүр деп қойды да. Осындай сүйкімсіз көрсең құсқың келетін видео қаптап кетті де, жаңағы бай отыр, жаңағы үйде түспап кеткен қатыны келіп ренжіп, терезені ашып, пердені ашып, айғайлап, сен жата бересің ба деп шаңқылдай бергенде, байы керуаттың басынан бір бума юанды қатыны лақтырып жібергенде, қатыны жүгіріп келіп, байын жаңағы сипалап, жата ғой жаным, жата ғой деген. Енді бір бума юанды лақтырып жібергенде, қатыны келіп, саған қандай қуырмаш алып келейін, бақа қуырып берейін ба, шаян қуырып берейін ба деп жаңағы айтып кеткен. Қысқасы өздерінің бір байлығын жаңағы бір көрсеткендей сондай бір сүйкімсіз видеосы желіні жаулап кеткен. Сосын қыздар мен жігіттері келеді, бірімен бірі танысайық. Біз ана бәлен деген Жеңгетай таныстырып еді, сізбен бізді келседі деп сөйтсе, қыз отырады. Үйің бар ма? Ана жігітке, үйім бар, қаланың ішінде 5, қаланың шет жағында 5 үйім бар. Қанша машинаң бар десе, 3 машина мінем, жаңағы Мерседестің соңғы үлгісі, Беніздің соңғы үлгісі, Фордтың соңғы үлгісі деп жаңағы. Соң қыз бар, онда ойласып көрейік, онда екеуміз сөйлесіп көрейік деп сөйтіп сөйледі жаңағы. Тағы бір қызбен кезігеді жаңағы жігіт. Сенің жағдайың қанша дейді, үйің бар ма, машинаң бар ма, банкта ақшаң бар ма десе, банкта ақшам бар. Қанша нөл бар десе, 6 нөл бар дақпады да. 6 нөл аз екен, мен 9 нөлі бар. Адамдар банкте дейді, ақшасы 9 нөлмен есептелетіндерге де мен ұнаған жоқпын десе, анау айтады ғой, әй, 9 нөлі бар, кәрілер ғой, мен жаспын ғой, маған күйеуге шақ дейді де жаңағы айтады, жаңа қызға. Соң қызға айтады, сенің ақшаң бар ма десе, қыз айтады, сен байсың ба десе, баймын дейді. Сен мына бүкіл өс үсті басыңда киімің, сағатың, телефоның, сумкаң, көйлегің, мына шапаның бәрі қанша тұрады десе, қыз айтады, бір 10 миллион юан тұрады дейді. Ойбай, қанша десе, мынауың қанша десе, жаңағы 20 доллар дейді. Шапаның десе 30 доллар дейді. Мына сумкам 10 доллар дейді, өтірік сумка дейді. Аяқ киімім бәлен дейді. Ойбай, сен жаңа 10 миллион тұрады дедің ғой, енді ол мөлшермен 1,5 миллион доллар айсан. Мына қасты көрдің ба дейді, қалың қасты дейді. Оның бір тал түгін бәлен кеккіздім ғой дейді. Мына мұрынды көрдің ба дейді, оны бірденке жасаттым ғой дейді. Мына ерінді көрдің ба дейді, оны бірденке жасаттым. Менің киімім 10 доллар, 20 доллар киім болғанмен, мына бет, мына қас, мына мұрын, мына көз дейді, мына дүрдейтіп бота көз болып, көзді мына Қытайдың ана сықсиған әйті, көздің орында бүйтіп бір жүріп қойған мынандай қыздары деген енді қазір бота көз болып алды ғой, Құдай сақтасын, бота көз болып. Міне, сөйтіп Қытайлар деген енді сөздің шыны ақша, бай балым асы. Бір әлеуметтік желіде әзілдерде тек ақша, бұл атаған әлеттерде мақабат, сақабат болмай ма? Қыз бен жігіт бірін-бірі көріп жаңағы. Біздің заманымызда, біздің бозбала кезімізде деген ләзер кетеді. Анандай алыстан ол бүйтіп бір жымиып қойса бітті, сол күні ұйқыдан кетесің. Жақсы көру, махаббат, сосын отыра қап жаңағы. Алтыннан асыл, жапырақтан жасыл, қорғасынан салмақты жаңағы, алтыннан ардақты деген қаттарды жазып сөйтіп кетеді ғой қыз бен жігіттер. Біздің баяғыда ағаларымыз маған қат жазғызатын, біз құрттай баламыз сол кезде. Сонда ана қызды де бүйтіп суреттеші дейді жаңағы. Ай жүзіңді көрген кезде балқып сол күні ұйықтай алмай деп жазшы дейді ғой. Сонда біз баламыз. Сонда
80 жылдардың соңында да біз үлкен ағаларымызға хат жазып береміз. Сөйтіп біздің талай ағамыз қатын алып алды. Кейін әзілдеп күледі сонда. Сол хатты мен жазып беретінмін. Әзіргі Қытайдың қыз жігіттері кезі кеткен, ақшаң бар ма? Банкта қанша ақшаң бар? Ақшаның артында қанша нөл бар? деп сұрайды екен де міне. Енді сол әбден асқынған, сасық көкіректенген, Құдай ұрған Қытайды енді. Енді мынандай қайыршы болып жатқанын көргенде рақаттанбай қайтесің енді. Рақаттанып, соңғы кезде қатты тақуа болып кеттім өзі. Нәпілім көбейіп, Аллаға рахмет айтып енді. Қатты тақуа болып кеттім өзі. 的订单基本上全军覆没，外贸转内销，竞争接下来会更加激烈，卷价格、卷面料、卷人工，服装的价格以后。 Сыртқа сауда тоқтады дейді. Енді ол ішке сатылады дейді. Енді алда дейді, ішкі нарықта дейді. Жаңағы бәсеке сұмдық болады дейді. Кескілескен, мына шикі материал баға максимал нөлге барады дейді. Жаңағы адамның еңбегі дейді. Тауар өндіру. Ол да жаңағы бағада ең төменге кетеді дейді. Енді қысқасы жуан деген қырқысу бай. Сен 200-ге сатсаң, мен 100-ге сатам. Анда анау айтады 50-ге сатам дейді. Анау айтады 25-ге сатам дейді. Қысқасы міне. Міне. 会更加的低，利润会更加的薄，但是失业的人数会更多。 Баға үздіксіз төмен болады дейді. Түсетін өзіндік пайда тіпті де төмен болады дейді. Бірақ жұмыссыз адамдар тіпті де көп болады дейді. 不敢买东西，对未来没有预期，越不敢买东西，工厂越生产少，用的人也会越少，大家更 Адамдардың тұтыну азая түседі дейді. Зауыттар дейді, жұмысшыны дейді, тіпті де азайта түседі дейді. Ары қарай дейді, адамдар жұмыссыздық көбейеді. 更不敢去消费，似乎进入一个死循环。接下来外贸工厂的加入，就会抢国内内销工厂的单子，服装已经进入了一个大混战。贸易战对我们的企业影响。 Сыртқы сатылатын тауар ішке келеді дейді. Ол тек бағаны да, барлық еңбек ақыны да бәрінің төмендеуіне әкеледі. Ең соңында бұл бір дейді, өлі айланысқа айналады дейді. Сышунхан деген өлі циркуляция. Өлі циркуляцияға айналады дейді. Бірін-бірі төмендетеді дейді. Жұмысшының айлығы да максимал төмендейді, түсетін пайда да максимал төмендейді. Сөйткен сайын тауарды алатын адам болмайды, завод жабылады дейді. Ал жағдай қиын дейді. 我们这一家做了32年的工，有3000来员工，然后本来就是给很多的 Мына 32 жылдық тарихы бар завод еді дейді. 欧美品牌代工的，其实美线的订单基本上没掉了。所以说你看一下我们这边的生产。 Мейшен деген сөз Америкаға сатылатын линия дейді. Америкаға бағытталған тауар линиясы бітті дейді. 其实我们生产线对平时来说都是非常满的一种状态，但是放到现在，有些生产线我们可以让它稍微的停一下，进行缓冲一下。对很多的企 Кейбір тауар линияларын біз тоқтаттық дейді. 业来说，专门做美国市场的影响真的很大。卫生搞完了，下班了，失业了，去哪里找工作呢？老板。 Мен жұмыссыз қалдым дейді. Енді қайдан барып жұмыс табам дейді. Қазір қызметтен түстім, жұмыссыз қалдым дейді. 没订单了，生活费也这么早了。 Тұрмыстың 午有一个服装厂的老板和我说啊，接了个外贸的订单，过去1周啊增加了84%的关税，导致仓库几十万的库存没人要了。外贸公司宁愿亏。 менің сыртқы саудамен айналысатын бір өндіруші жолдасым бар еді дейді. Бір апта бұрын тапсырыс алған дейді. Артынан дейді, кедендік салық ұрды дейді. Енді қазір оны алатын адам жоқ дейді. 这原材料的钱，衣服都不要了，老板 Тіпті дейді, ана соның тауар өндіруге кеткен шикізаты дейді, киім алатын адам жоқ дейді. 你自己想办法去找销路吧。 昨天龙华发生的事儿大家都知道了吧？真的，现在在外面一定要低调，因为满大街都是失业的、生病的、看不起病的、抑郁。 Кеше бір оқиға болды ғой, білесіңдер дейді бір. Әзір бүкіл көшеде дейді, жұмыссыз адам дейді, ауырған дейді, жұмысынан айырылған дейді, бәрі торыққан дейді. 就这几天，你看股票又持续的有大跌，很多人都有各式各样的问题。也许你的一个眼神，也许你的一句话，就会让这个人一触即发。什么我们什么都要 Қазір қоғам қиын дейді. Сенің бір ауыз сөзің, бір жаңағы көзіңді қаққаның дейді жаңағы. Адамдардың жаңағы бір ашу ызасын тудырады дейді.
一下，但是老百姓却活得越来越累了。我们经常会在新闻里看到，我们不是这个第一了，就是那块第二了，马上就要超过漂亮国了。但事实上呢，普通老百姓却活得越来越累了，甚至还不如。 Біз ақпаратты қарасақ дейді, біздің мемлекеттік ақпаратымызда дейді, біз ана жақтан бірінші болдық, мына жақтан екінші болдық. Осы жуырда ғана ана әдемі мемлекеттен асып кетеміз деп айтты дейді. Әдемі мемлекет деп бұлар Американың атын тергеп айтады. Себебі Американың аты миго, ми деген сөз, әдемі сұлу деген сөз, го деген мемлекет деген сөз. Сондықтан бұлар оны әдемі мемлекет деп әдейі тергеп айтады. Ана интернетте жаңағы өшіріп тастамас үшін. Бірақ дейді, біздің халық қиналып жатыр ғой дейді. 几十年以前，楼是越建越高，马路越修越宽，怎么老百姓的 Үй дейді, салынған үстіне, биіктеген үстіне биіктеді дейді. Жол кеңіген үстіне кеңіде дейді. Бірақ халық қиналған үстіне қиналып жатыр дейді. 日子就越来越难了呢？ 最近几天，美中关税轮番加码，双方脱钩断链的危机迫在眉睫。目前，中国大陆的中美航线大量货轮货机已停航。陆媒称，上海洋山港区和外高桥港区靠泊的集装箱船，前2天有许多计划运往美国的货物都在快马加鞭装船。 Шанхайдағы дейді, мынау қалың анау вагондар ғой, мынау жаңағы тауар таситын. Қазір Шанхайдың портында дейді, 2 күннің алдында Америкаға жіберілетін тауардың бәрі тұтасымен қатып қалды дейді, өтпейді дейді. 我赶在关税落地前出港，但在美国宣布对中商品克值125%关税后，几乎全部停止。 Мынаның бәрі вагон. 几乎已经见不到开往美国的货船。 Енді дейді, Америкаға бағытталған бірде-бір сауда кемесін көрмейтін болдық дейді. Мына дәу-дәу 4 бұрыштың бәрі кәдімгі кемені Google-ге кіріп көріңіздерші, мына теңіздегі сауда кемелер деп. Мынандай дәу-дәу вагондарды, темір жаңағы контейнерлерді салып алады да, сол темір контейнер. Контейнер деген сөз контейн, ағылшын тіліндегі қамтушы. Яғни контейнер деген сақтаушы деген сөз. Контейнер деген сөз, контейнер деген сөз бір тауар сақтайтын зат, мынау сол. Тауар сақтайтын контейнер деген сөз. 多个港口集装箱 Міне. 堆积如山。 Міне тау сияқты болып жиылып тұр дейді. Тау сияқты болып дейді. Міне көрдіңіздер ма? Ана жаңа контейнерлер Шанхай портында тау құсап үйіліп қалған дейді. Міне қараң. Тау міне. Міне. Мына контейнерлерді қараңдар. 深圳网友拍视频表示，关税大战下的盐田港观察了1天， мынау 今天下 Янтен 午5 порты 点了 дейді. 还是没有柜子进入，这么直观地感受到了贸易战的威力， Мына 还是 дейді, 太震 күнінде 撼， бір 太 контейнер 稀罕了。 жылжымаған дейді. 伙计们没法干了，这贸易战打的没法干了。 Міне сауда соғысы дейді, міне жұмыс бітті дейді. 装好了，回来了，跑着不让跑了，停下，回到工厂卸货退款。你那边先找个地方停一下。 Міне біз дейді, жүгірдік, жанталастық дейді. Енді дейді, мына тапсырыс тоқтады дейді. Ақшаны кері қайтар деді дейді. Тапсырысқа ақша төлеп қойған, енді болды, менің тауарымды өндірме дейді. Яғни Америкадан тауар сатушылар тапсырыс береді ғой. Мынандай жейдеден 10 миллион дана, анандай шалбардан 20 миллион шалбар деп. Жоқ болды дейді, жоқ дейді. 他说他可能这个柜子货走不了，他说这个是什么关税的问题，可能费用太贵了，可能货走不了。你反正就近吧，就近找最近的地方能停的地方停呗。又不知道有多少工厂要倒闭呀，听着。 Қанша завод жабылады екен деші, қанша завод жабылады дейді. Мына Қытайлардың бір ырықсыз, бір шарасыз қалғанда сөйлеу интонациясы. 邓代同志，这个中美关税啊增加啊，影响到我货车行业了，没货拉了，这个咋办啊？ Мына Америка-Қытай сауда соғысы дейді. Мына тауар таситын біздің өзімізге де зиян жеткізді. Қазір біздің таситын тауарымыз қалмады дейді. Не 刚 істейміз? 买的车，这个怎么弄啊？啊， Мына машинені 美 машинені енді сатып алып едім дейді. Тауар тасып ақша табым. Енді не істеймін дейді. 中关税大战正以出人预料的速度火爆升级。几天前，中国的外贸商们还在各大港口装货抢运出海，现在这些外贸运作戛然而止。报道称，有大量 Бірнеше күннің алдында ғана дейді.
бүкіл мына контейнерлер дейді, тауар лық толған контейнерлер дейді, теңіз портынан сол Америкаға қарай шығуға дейді, асығып жанталасып тұрған болатын дейді. Қазір дейді, төбесінен ұрғандай дейді, тоқтат дейді. Жаран оржы дейді. Қысқасы, төбеден ұрғандай тоқтатты дейді. 时间节点装船出运的集装箱滞留在码头堆场内， Барлық 货主 портта 正在 дейді, 办理 міне, 退关手 тұр 续。 дейді. 预计未来一段时 Бүкіл 间， дейді, мына тауар жіберушілер дейді, енді тауарды тасымай мына кеденнен қайтарамыз деп, ана кеденге төлеген ақшаларын кері қайтарып алып жатыр дейді. 中美航线将有约一半的运力被取消。 这都不知道怎么搞，没法活了。现在出美国的单子啊，接都 Қазір не істерімізді білмей қалдық дейді. Өмір сүру мүмкін емес дейді. 不敢接。还有一个问题， Америкадан келетін тапсырыс жоқ болды дейді. Тапсырыс берейін десе де ала алмайсың дейді. Себебі ол тапсырысты алып енді өндірейін десең тағы салық шығып кетеді ғой. 就是我们前面出的到美国的货还在海上漂的，没到港的这些货怎么搞？船务公司说， Біздің алдыңғы өндірген тауарымыз дейді, әлі теңізде қалқып бара жатыр дейді. Әлі Америкаға жеткен жоқ дейді. Ал кедендік салық бұлай болды дейді. Енді не істейміз оны дейді. 到了目的港，到时候因情况而定。如果关税就是过分离谱，就是导致船务公司承受不了，他们就必须把这些关税返回给我们客户，就是我们发货的人。加关税加上去，原来正常的话都是收10%几的关税，现在105%。 Бұрын дейді, 17% кедендік салық еді дейді. Енді қазір 105% кедендік салық дейді. Мынау тіпті Трамп енді бастаған кездегі видео екен. 105% дейді. Қазір 145% ғой. Мына қатын асылып өлген болуы мүмкін. Бұл ана 105% кедендік салық кезінде аңырап отыр екен. Жарайды, біз 17% кедендік салық бойынша есептеп өндірген тауарымыз теңізде қалқып бара жатыр дейді. Әлі Америкаға жеткен жоқ дейді. Баратын портына жеткеннен кейін мына 105% кедендік салықпен есептегенде ол тауарды Америкаға қалай сатамыз дейді. Онда кері қайтады дейді. А ол да шығын дейді. 说要我们家补，如果你不补嘞，这个货你就提不出来了，你要不就弃货。刚你说到时候这个关税多少钱？等一下补的那个关税的钱还就是我的货的钱还没有那个关税的高，你说你是补还是弃货？ Мен не істеймін дейді. Менің ана сататын тауарымның ақшасының өзі дейді, ана кеденге төлейтін салықтың құнына жетпесе дейді. Онда мен не істеймін оны дейді. Онда тауарымды тастап қашам ба дейді. Ай, 还 рахатына. 没到目的港，还在海上漂。 Әлі теңізде қалқып бара жатқанда банкрот болдық дейді міне. 太难了，难搞，难搞哦，真的是难搞哟。 Міне қиын болды деп Қытайянқа жылап отыр енді. Міне, бұл әңгіменің сыйқы осы енді. Сөздің шыны керек. Сөздің шыны керек. Міне Қытайдың саудасының сыйқы осы. Ал енді мен рахаттанып тұрып бір сүтті шайымды ішіп алайын енді. Тағы біраз ақпараттарды айтайын, шайға қанып алайын шалма. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сұрақтарыңыз болса астына қоя беріңіздер. Бұдан бұрынғы лекциямызда рахаттанып тұрып, бүгін мұнша орыс өліпті, кеше мұнша аққұлақ арам қатыпты, алдың күні түген аққұлақ тырайыпты деген хабар айтып рахаттанатын едік. Өзі жаратушы шексіз ұлық екен ғой мына. Орыс пен Қытайдың тепкісін көрген халықтардың көз жасын көрді. Орысыңды да Қытайыңды да аңыратып жатыр енді. Жаратушы шексіз ұлық екен. Ал енді бір-екі басқа ақпараттарды айтуға тырысайық енді. Мен енді мына Америка мен Қытайдың ортасындағы сауда соғысы туралы бұдан кейін әгі күнде сіздердің уақытпен 9-да сөйлейтін лекция, немесе лекция сөйлесе де сіздерде кеш болғанда сөйлейтін лекцияны қоям.
Мен енді ол сіздерде түннің бір уағыма, күннің бір уағыма, өзімде де түннің бір уағыма, күннің бір уағыма қандай жаңалық бар бәрін айтып жеткізіп отырайын енді. Ол сөздің шыны бұндай қуаныш күнде бола бермейді енді. Бұндай қуаныш күнде бола бермейді енді. Енді Украина туралы бір-екі ауыз айтып жіберейік. Украинаға Еуропадан берілетін көмек 21 миллиард болып тұрақтанды. 21 миллиард евро болып тұрақтанды. Бұл жаңағы Ұлыбританияның қорғаныс министрлігінің айтқандығы. Ал Германия енді уәдені үйіп төгіп беріп отыр екен. Германия айтады, біз Украинаға осы жылдың аяғы 3 миллиард евро береміз. Соның жалпы бұрынғы 5 миллиардпен қосылып 8 миллиард болады. Сосын қалғанын 29 жылға дейін жалғастырамыз. 29 жылға дейін Украинаға Германия тарапынан берілетін көмек 11 миллиард доллар болады деді. Міне, бұл Еуропадан берілетін көмек. Енді ойлаңыздар, Орыс-Украин соғысы жалғаса беретін болды. Украин далада қалмайтын болды. Біз баста қатты қайғырып кеттік қой мынау. Украинаның енді сөздің шыны оғанға дейін Украинаның негізгі қаржысы мен негізгі қаражаты осы Америкадан ғана келді ғой. О кезде Еуропа ақ болды, көк болды деп ой жаңағы жылап еңіреп бермей тұғын дұрыстап. Бүкіл қару осы Америкадан, бүкіл қаражат Америкадан баратын. Америка үйіп төгіп беріп жатқанда Еуропа сол аузына су тамызып отыратын. Қысқасы Еуропа қушыппен аузын сүртіп отыратын. Енді өздеріне жаңа қысым түскен кезде олар Украинаны қолдап кетті. Ол да жақсылық енді. Ал қандай сұрақтарыңыз бар? Қандай сұрақтарыңыз бар? Юанның құны түсе ме? Әзір бірдеңе де оқиын. Кеше көргенде 7.35 болған. 7.35 болған. Мен қазірдің өзінде міне тікелей отырып бір көре салайын доллар юан деп. Доллар юан деп көріп жүрейін. USD юан. 7.31 болып қапты қайтадан. 7.31 болып қапты. Кеше 7.35-ке дейін барған. Енді сөздің шыны Қытайдың экономикасында өте көп белгісіздік факторлар болғалы тұрға. Оны енді сөздің шыны ешкім біле алмайды сөздің шыны. Ешкім біле алмайды. Ал жақсы қалың елім қазағым. Бүгінгі қуанышты жағымды жаңалықты осымен тәмамдайық. Енді онлайн бір-екі сұраққа жауап берейін де, ары қарай мен дұрыстап шайымды ішейін. Сосын бесінімді оқиын. Қандай сұрақтарыңыз бар? Бір-екі онлайн сұрақ қойып жіберіңіздер, сосын ары қарай айтайық. Украина туралы бір-екі ақпаратты көріп жібер десеңіздер, көріп жіберейін. Украина туралы айт деген ақпараттар кеп жатыр екен. 3 сағат бұрынғы CNN-нің ақпараты тұр екен. Ukraine European allies Russians дейді. Бейбітшілік мүмкін емес деп айтыпты Еуропа. Украина мен Орыс ортасында. Бұл қысқа нұсқа айтқандағы сөз. Сосын міне AP News'та жазыпты, European countries
billions in military support for Ukraine as US envoy meets Putin дейді. Мынау US-тің envoy арнайы өкілі дейді, Путинмен кездесіп жатқан кезде дейді, мынау. Көрдіңіз ба, мынау Американың арнайы өкілі Путинмен кездесіп жатқан кезде Еуропа елдері Украинаны қолдауға миллиардтаған доллар көмек беруге шешім қабылдады дейді. Яғни Украина көмексіз қалмайды. Америка Орыспен келіссөз жүргізіп жатқанда Еуропаның біз қолдаймыз дегені, Еуропа енді Америкадан мүлде бөлек саясат қолданамыз. Сен Ресейді соғысты тоқтатам десең де, біз мына соғысып жатқан Украинаға көмекті береміз деген сөз деп тұрмын. Қандай сұрақ бар тағы? Болар енді. Бүгінше осы болар. Қалғаны сіздер ұйықтап тұрып, таңертең тұрғанда мен тағы бірнеше видео сөйлеп тастауым мүмкін, қысқа нұсқа. Мына YouTube-тың лайт деген, яғни тікелей эфир дегенін ғана қарай бермей, ана видеолар дейтін, тікелей эфир емес видеоларды қарап тұрыңыздар. Қысқасы мен көңілім қуаныштымын, сөздің шыны. Қатты қуаныштымын. Қандай сұрақ бар? Қандай сұрақтарыңыз бар? Сіз неге демократтарды глобалистер дейсіз дейді. Мынау глобалист дейтін нәрсеге мен түсінік берейін. Глобал деген әлемдік, ғаламшы деген сөз. Бұл глобалист дейтіндер мынау. Олар бүкіл дүние жүзінде ұлтты, мемлекетті, шекараны, дінді, нанымды, дәстүрді бәрін жоюды көздейтіндер айтады, глобалист дейді. Оны тіпті қазақша жаһангершілер, жаһангерлер деп айтуға болады, глобалист деген. Олар қазақ, орыс, Қытай, анау, мынау, мұсылман, христиан, анау, мынау болмасын дейді. Олар еркек, әйел болмасын дейді әуелі. Олар мына әгі Құдай берген ашамайды кесіп итке лақтыратындарды олар қатты қолдайды. Олар қыз-текелікті қолдайды. Олар қарлықты қолдайды. Қыз-теке, қар, азғын, сондай тозғынның бәрін солар қолдайды. Олар дін атаулыға қарсы. Дін, мейлі мұсылман, мейлі христиан, дін олар дәстүр атаулыға қарсы. Олар бүкіл дүниені бір орталықта басқарғысы келеді. Ол анау мынау жоқ. Себебі глобалистер үлкен өндіріс иелерінен құралады. Және осы үлкен өндіріс иелендері қаржыландыратын саясаткерлерден тұрады. Және олардың идеологиясын үгіттейтін ғылыми орталықтардан, университеттерден тұрады. Олардың идеологиясын бүкіл дүниеге тарататын медиалардан тұрады. Бұл глобалистер шекара болмасын дейді. Себебі оның барлық жерде зауыты бар. Барлық жерде. Оның қонақ үйі барлық жерде. Оның бизнес барлық жерде. Оның ақшасы жер шарының ана шетіне, мына шетіне кедергісіз өту керек. Мемлекет, анау, мынау, ұлт, солт деген болмау керек дейді. Яғни олар бүкіл жер шарын жалғыз өздерінің ырқына көндіріп, бүкіл жер шарын өздері басқарғысы келеді. Міне осыларды глобалисттер дейді. Оларға кедергі болатын не? Сен шығасың. Сіздің мына затыңызды біз қабылдамаймыз, себебі біздің дініміз былай, біздің мемлекетіміз былай, менің жаңа нанымым былай дейсіз. Ол ұнамайды. Олар бәрін жойғысы келеді. Бүкіл жер шарындағы адамзаттардың ортасындағы бәрін жойғысы келеді. Мысалы Африкада кедей елдер енді өндірісін дамытып, енді өзінің кенін өзі ашып, сол кеннен түскен табысқа енді арғарай кен күнде қазыла бермейді ғой. Біраздан кейін сарқылады кез келген кен. Алтын кен сарқылады, мыс та сарқылады, мұнай да сарқылады дегендей. Енді сол табыстың бар кезінде басқа өндіріс ашып, оны ертең бір басқа өндіріске айналдырып, мысалы сол кен өнімдерін сатудан түскен табысты
енді сол жерде мақта егуге, сосын мақтаны жіп қылып, жіпті мата қылып, матаны бояу өндіріп, бояп, сосын киім-кешек сияқты, мысалы, фабрикалық жүйе, киім-кешек жүйесі, мата өндіріс жүйесі сияқты жасайды. Ал оның келу қайнары не? Жаңағы елдің, мысалы, алтын кені не мыс кенінен шықты деген, мысалы, образдап тұрып айтады. Глобалистерге жоқ олма. Ол жаңағы Африканың кедей елінің сол алтын кенін ол сатып алып қояды. Ол сол жерде мақта мата өндірісі, киім-кешек өндірісінің болғызбайды. Себебі оның басқа елден әлгі Африка елінде өндіретін мақта мата өндірісін тұншықтыратындай деңгейде оның дүрілдеп тұрған зауыты бар. Яғни оның зауытының тауары бүкіл дүние жүзінің барлық жерінің қақпасын бір теуіп шағып кіріп келу керек. Сен соның тауарын тұтынуға тиіссің, сен соған құл болуға тиіссің. Сенің ұлттық байлығың, меншігің бәрі болмайды. Міне бұны глобалистер дейді. Сондықтан бұл глобалистердің тағы бір несі бар, ымырашылдығы бар. Олар осы бағытта мемлекеттердің басшыларымен, тирандармен, диктаторлармен одақтасады. Демократия дейтін жақсы әдемі тудың астында тығылып отырып, адамзат тарихындағы небір сұмдық зұлымдықтарды солар істейді. Сондықтан глобалистер дейтіннің ар жағында осы әңгіме жатыр. Қандай әңгіме бар тағы? Қандай сұрақтарыңыз бар? Шайымды ішіп алайын. Мына жерде қытайша сұрақ қойыпты, ертіс деген. Жаңылай, Тужөстанды шуду шылы зайнали дейді. Болашақ Шығыс Түркістанның астанасы қай жері болады дейді. Алдымен жерді алып алайық, сонымен халық болып ақылдасып, шай ішіп, қымыз ішіп отырып, сонымен астананы қай жерде орнатамыз, соны білейік. Қытай жаулап алған Іле, Алтай, Тарбағатай, Сайрам, Тақия жыңғылды, Буратал, Санжы, Баркөл, Мори, Ақсайды алып, сосын Ресей жаулап алған Түмен, Орынбол, Сарытау, Астархан, осы сияқты жердің бәрін алып, одан мына Орысқұл билік жаулап отырған, езіп отырған қазақтың орталық жері Қазақстанды алып, шөң басын біріктіріп, ұлы Алаш мемлекетін құрамыз деген идеологияны мен көптен айтып келе жатырмын. Ол күн болады, ойламаңыздар. Вашингтон деген сізбен бізден ешқандай артық емес. Сол Вашингтон дүниеде құдіретті қуатты Америка дейтін елді құрды. Тура сол сияқты. Вашингтонның көзі төртеу, бесеу емес, ол да екеу. Онда бір әке таптырды, бір шеше туды. Ол да міне дүниедегі ең қуатты елді, дүниедегі патша балаға ұрпаққа қалдырмайтын, билеушіні халқы сайлайтын осындай жүйені жасақтап шықты. Соның барлығы сізбен біз сияқты адам. Бізде ел істегенді біз де істей аламыз. Біздің олардан бір жерімізге емес. Сондықтан қазақтар, барлық нәрсе идеологиядан басталады. Жойттар барлық жерде қор болып, Испанияға барған додан қуылып, Англияда тіпті анау кім? Англияның мына ағылшынның ең атақты Ромео мен Джульеттені жазған жазушысы кім еді, құдай-ау? Шекспир. Оның өзі жойытты сомдық, жауыз қып, етіңнен бір қадақ ет кесіп алам деп денеңнен сөйтетін қып суреттеп, Англияда қудаланады, Францияда қудаланады, Ресейде қырғын ұшырайды, Германия ең соңында 45 жыл қырып тастады, 39-45. Сөйтіп жүрген жойыттар ең соңында 2000 жыл отансыз қаңғып жүріп, 1000 жеріңнен бай, 1000 жеріңнен білімді болсаң да, бір отаның болмаса бекер екен деп, содан жойыттың бір жаңағы данышпаны кітап жазып, содан бүкіл жер әлемдегі жойыттар басын қосу керек, сөйтіп мына жойыттың мемлекетін құрайық деді. Сол кітап, сол идеология бәріне ең соңында мемлекет болмаса болмайды екен деген идеяны туғызды. Сол жойыт міне қазір дүниедегі ең қуатты елді құрып шықты. 1948 жылы құрып шықты. Соның барлығы бірнеше ғасырдың алдында бір кітап жазған, осындай ойды, идеяны тастаған бір адамның ісінен басталды. Болмаса Германиядағы жойыттар дүниежүзілік бірінші соғыста
Германияның өкіметі Германиядағы жойыттарға, егер сендер бірінші дүниежүзілік соғысқа қатынасып Германияны қорғасаңдар, онда біз сендерге Германия азаматтығын береміз деді. Содан Германияда жүрген жойыттар, құжатсыз жүрген жойыттар, олар бірнеше ғасыр Германияда жасағанына қарамастан, оларда құжат болған жоқ. Сол жойыттар өліп талып бірінші дүниежүзілік соғыста Германияны қорған. Тіпті жойыттың ғалымдар сол заманда ең сұмдық химиялық қаруларды ойлап тапты. Ең жаңағы мынау азотты тыңайтқыш дейміз ғой, мына fertilizer, мынау аграрный добавка. Соның азотты тыңайтқышты да тапқан сол жойыттың ғалымы болатын. Жойыттың ғалымы болатын. Егер сол азотты тыңайтқышты сол жойыттың ғалымы таппағанда, осы кезде бүкіл адамзат 8 миллиард адамның мына азық-түлік мәселесін шешу қиын еді. Көрдіңіз ба? Енді қараңыздар, сол жойыттар бәрібір бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін азаматтық ала алмады. Екінші дүниежүзілік соғыстың алдында Гитлер қырып тастады. Сол жойыттар, тіпті Германиядағы жойыттар, анау Маркстың кезінен, Маркстың өзі жойыт қой. Маркстың кезінен бол сол неміс тілінде сөйлеп, сіңісіп кетейік дегенді ұстанған болады. Неміс болып кетейік деді. Содан аралас неке де көп болды. Жаңа сөйтіп тіпті олардың бір бөлігі жаңа христиандық бағытқа өсті. Қазір жойыттың бәрі жойыттың дінінде емес. Кейбіреу сол Исаны пайғамбар деп мойындап христиан болып кетті. Анау ислам халифалығының кезінде, Осман түркі кезінде бәленбай жойыт мұсылман болып кетті. Енді тентіреп босып жүрген ел, үлкен орта, өздерінің кішкі ортасы өзін сақтай алмайды, соны сіңісіп жойылып кететіндер болады мысалы. Қазірдің өзінде Түркияда бәленбай жойыт өмір сүріп отыр. Күндіз мешітке бар, уағызды өлтіріп айтып, андақ болсаң яман болады, мандақ болсаң күнә болады деген уағызды айтып, кеште үйіне келіп, Тауратын оқып, жаңағы басына тақиясын киіп, жүзім шарабын ішіп, Мұсаға құлшылық істейтін жойыт Түркияда жетеді. Кардаш тақ қойып, мына жағынан қазақтарды көргенде кардаш деп қойғанмен, үйінде Тауратын оқитын жойыт жетеді. Міне бұл әбден тентіреп кеткен халықтың болмысы. Тентіреп кеткен халықтың болмысы. Германияның өзінде, әсіресе тіпті мына бүкіл Германия және оның айналасындағы жойыттарда ассимиляциялану туралы үлкен ағым болды. Біз болды жойыт тілін, жеуіш тілін ұмытып, осы өзіміз жасаған елге сіңісіп кетейік деді. Тіпті мына шығыс Еуропадағы кейбір жойыттарда, мына жойыттардың өзінің ана тілінен тыс, ирдиш тілі дейтін тіл пайда болды. Ол ирдиш тілі деген тіл қандай тіл? Бұл немістік грамматика, оған қосылған жойыттардың діни сөздері, жаңағы, мысалы, иман, тәуба, шалаум алейкум деген сияқты сөздері, тағы басқа бір терминдер қосылған, бірақ жалпы құрылымы жағынан немістік тілге келетін осындай тіл қалыптасты. Бір құранды тіл қалыптасып қалды. Құрама тіл, 40 шоқты тіл қалыптасты. Ол тілдері қазір бүкіл жер бетіндегі жойыттардың екінші үлкен тіліне айналып қалды. Бірі анау орта шағыстық, хемит-семиттік бағыттағы жеуіш тілі, екіншісі ана мүлде тегі бөлек Германияның сөздік қоры мен грамматикасына үйлестірілген тіл. Ол ұзақ уақыттық сол жерде халықтармен жасап жүріп, араласудан шыққан тіл. Енді қара. Ол кезде бұл неден қалыптасты? Болды, біз жойыттық болмыстан бас тартайық деді. Соған мына жаңағы қоңқақ мұрын жойыт, сары шашты жойыт, көк көзді жойыттар қайдан пайда болды? Қан ауысты былай қысқасы. Қан ауысты, кімнің әкесі кім екенін, кімнің шешесі кім екенін ешкім білмей, бірақ айту жойытпа жойыт, басыңа бүйтіп кішкентай кепешіңді қоя қалсаң жойытсың, айту Мұсаны пайғамбар деп, Исаны мойындамай қойсаң жойытсың деп, сөйтіп енді отаны жоқ ел, сөйтіп қашып азып тозып жүрді. Ең сонда 48 жыл тарс еткізіп мемлекет құрды міне. Идеология деген сол. Көрдіңіздер ме қазақтар? Соны сіздер де ойлаңыздар. Идеология. Менің айтқанымда идеология. Алла несіп қылса сол идеологияны біз іске асырармыз. Ал егер Алла оны басқа бір қазақтың алтын азаматының бағына жазып қойса, сол азамат соны іске асыратын шығар. Бірақ идеологияны біз соны тараттық. Қазақтың жүрегіне соның бір дәнін сеуіп қойдық. Жеткілікті. Қарекеті бізден, нәтижесі шексіз құдірет иесі бір Алладан. Міне, қазақтар, осылай ойлану керекпіз. Мына зұлым Назарбаевтық, Тоқаевтық, Құлыбаевтық жүйені о мәңгі құламайды екен деп ойламаңдар. Жер бетінде мәңгі құламайтын жүйе болмайды. Назарбаев, Тоқаев, Құлыбаев туғанда ауыздарына гауһар тістеп, тек дәулет болып, тумысынан осы қазақты билейін деп туған жоқ. Аларда жүрген кәзімгі боққарын шик үстемген бенде.
оларды Құдай шекелеріне таңба басып, сен қазақты мәңгі бақи құлдан деп жіберген жоқ. Сондықтан құл қазақ қалай азат қазақ боламыз, кедей қазақ қалай бай қазақ боламыз, сорлы қазақ қалай бақытты қазақ боламыз, өзіміз ғана емес, үрім бұтағымыз қалай жақсы өмір сүреді, тек қана күресу арқылы болады. Ай, жақсы, мен қардым ашып кетті. Бір кесе шай іштеңке болмайды. Сондықтан жақсы, аман сау болыңыздар, бөлісіп таратып тұрыңыздар. Мен осы жақын жуырда ақылы канал ашамын. Ақылы каналда тек жаңағы мен жариялаған есеп шотқа ақша төлегендерге психологиялық сабақ беруді бастаймын. Мазмұн бірнеше болады. Тарихи мазмұндағы сабақтар ол бөлек болады. Қазір мынау неше түрлі психологиялық адамдардың дерт дербесі көбейді, бала тәрбиесі, отбасы, қарым-қатынас, адам өзінің айналасындағылар. Сіз ойламаңыз бәрі сау деп. Соның бәріне кезінде психологияны өлтіріп тұрып оқып тастағанбыз. Мына өзіңіздегі психологиялық мәселелермен алысу, балаңыздың психологиялық мәселелерін шешу, күйеуіңіздің, жұбайыңыздың, әйеліңіздің психологиялық мәселелерін шешу, дұрыс анализ жасау, одан қалай арылуға болады, қалай қарсы шара қолдануға болады, баланы қалай тәрбиелеу, айнала ел жұрт сонымен психологиялық мәселелерін шешу, жалпы қоғамдық социологиялық психология сияқты тақырыптарда көп кең мазмұнда лекция сөйлейміз. Сосын тарих саласына қызығатындарға тарихи сала бойынша сөйлейміз. Бірақ бұл сабақтарымыз ақылы болады. Сондықтан мен жуырда, осы өте жақын жуырда, осы жаңағы ақылы сабақтарды өту мәселесін, халықты ағарту мәселесін сөйлеймін. Бірақ мынау саяси танымдық, нанымдық лекциямыз ол бөлек болады. Қысқасы бір аптада қанша сағат сөйлеймін, соның бәрін бөлемін. Сол аман сау болыңыздар, бөлісіңіздер, таратыңыздар, коммент жазыңыздар. Енді жұрттың өкпесі жоқ шығар. Былайғы жұрт мені 17 жылдан бері лекциямды тыңдап келеді. Ал былайғы жұрт мені кем дегенде анау 2013 жылдан бері менің аудио лекцияларым әлеуметтік желіде тарап жүретін. Ал YouTube'те салынғанына 2017-тен бері. Сонда арысын айтсаңыз, кем дегенде мен 10 жыл тегін лекция сөйлеп келдім. Енді халыққа, қазаққа еңбегім сіңді деп ойлаймын, істедім деп ойлаймын. Енді мен де ары бері жүріп тұрғанда бензиннің ақысы үшін болса да, кем дегенде мына бір кесе шайды де қалаған уақытта қалаған дүкеннен ішуім үшін де, ары бері жүріп тұруыма, саяси жиналыстарға қатынасуыма, адамдармен қарым-қатынас жасауыма, ертең Қытай тасталқан болып, орыс күйреп ішкі соғыс болатын болса, халқымды, қазағымды құтқаруға, жұмыс жасауға, қарекеттенуге, адамдармен қарым-қатынас орнатуға, әсіресе білікті, білімді, қолында құзыреті бар адамдармен қарым-қатынас жасауға, ары бері жүріп тұруға біраз қаражат керек. Соғыстан мен енді елден алақан жайып маған көмектес деп сұрамаймын. Еңбегімді сатып, есектің артын жуып, 10 жыл бойы тегін сөйлеген лекциямды енді ақылы деймін. Әрине ешкімнің қалтасынан ақшаны ұрлап алмаймын. Өзің қалауыңмен тыңдағың келсе төлей ғой, тыңдағың келмесе онда ренжіме. Мен ешкімге тегін сөйлеуге міндетті емеспін. Құдай көктем періштесін жіберіп, маған уақит түсіріп, сен тегін сөйле, өмір бойы сен тегін сөйле, сен ақша таппа, сен сол халық үшін тегін сөйле деп маған уақит түсірген жоқ. Мен де сіз сияқты бендемін. Мен де, сен де, бенде. Жақсы, аман сау болайық. Жуырда соны сөйлеймін, бастаймын. Жаңағы қалаған ел қатысын, ешкімге мәжбүрлік жоқ. Шекеңізге қаруды кезеп тұрып, иттің баласы ақша төлемесең болмайды деп мәжбүрлемеймін. Тыңдағың келмесе, тыңдамай-ақ қой, бірақ ренжіме. Бірақ маған бір қазақтың өкпесі жоқ. Қазаққа еңбек етсең, тура мен де еңбек ет, қайсың болса да. Еңбегімді істедім, қалқараға жария қылдым, атымды жазып тастадым, тасқа қойып, Күлтөгін бабамыз, Тоня қақпағанымыз, Білге қаған бабамыз тасқа қойып жатса, мен ағылшын тілді бүкіл әлемдік ақпарат қойып жазып тастадым. Қысқасы, басқан жерде ізім қалды, ұстаған жерде тісім қалды, ұстаған жерде қолым, тістеген жерде тісім, басқан жерде ізім қалды. Маған қазақтың өкпесі жоқ. Айтарымды айттым, тәрбиеледім. Артымнан ілескен, қолдаған біршама қауымым бар. Енді еңбегімді ақылы қылсам, маған ешкімнің өкпесі жоқ. Менің сөзім осы. Аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Серікжан Біләшұлы осындай жолға енді ой сайын деді. 11 сәуір Вашингтон уақыты бойынша түстен кейінгі сағат 3-тен 2 минут кетті. Сіздерде 11 сәуір ма? Жоқ, 12 сәуір түнгі сағат 0-ден 2 минут кетті. 12 сәуірге
Қадам қойғандарыңызға 2 минут болды ғой деймін. Жақсы аман сау болыңыздар, қалың елім қазағым. Бөлісіп таратып қойыңыздар. Әр қазақтың бір ұлы, бір Серікжан Біләшұлындай болса, біз әлде қашан дүниедегі ең алдыңғы, ең озық мықты ел болатын едік. Кеудесіне нам піскен, тау келсе сүзіп, тас кесе шайнайтын, айдаһармен алысудан қорықпайтын, ел үшін, қазақ үшін қан жұтуға дайын, қазағымның табанына кірген шөгір менің маңдайыма кірсін дейтін Серікжан сияқты әр қазақтың азаматы, ұлы қызы бар болса, біз әлде қашан дүниедегі ең бақытты баяшатты, ең өскен өркендеген қауым болар едік. Сол күнге жету үшін сіз де біз де күресейік. Аман сау болыңыздар.